Ердос Ордабай кеш жарық терең интернет арнасына қош келдіңіз. Өзіңіз туралы қысқаша таныстырып кетсеңіз, сөз өзіңізде. Қош келдік. Менің есімім Ердос. Мен машиналық оқыту ғалыммын. Қазір биология саласында жұмыс істеймін. Осы Бостонда, Америкада тұрғаныма 14 жыл болды. Үлкен рахмет. Сізді бүгін шақырып отқан себебіміз біраз тақырыпты айтып сөйлесіп кеткіміз келіп отыр. Бірақ алдын ала сізге кішігірім ескерту жасап кетейін. Бұл тақырыпта әркім өзіміздің өз көзқарасымызды айтамыз. Сондықтан да ешкімді, адамдарды, немесе мекемелерді, компанияларды жала жабу, немесе айыптау, дифамация, жеке тұлғаларға да, компанияларға да бірдей айтылмайтын болсын. Бұл жерде тек қана концепттерді және ұғымдарды, ілімдерді айтып кетуге тура келіп отыр. Бүгінгі айтылатын тақырыптар жасанды интеллект, үлкен тілді модельдер, LLM, байс теориясы деп айтуға да болады. Және де қазақ тілінің бүгінгі ахуалы, сіздің өміріңіздегі рөлі, соған байланысты сөйлейтін боламыз. Қай тақырыптан бастайық? Өзіңіз таңдаңыз. Ондай болатын болса, жасанды интеллекттен бастайтын болайық. Сіз енді машиналық оқыту деп жаңа айтып жатырсыз. Машиналық оқытуда істеп жатырсыз, біраз жыл болды. Қандай салада жасап жатырсыз, не істеп жүрсіз, қандай жетістікке дейін жеттіңіз, не ойлайсыз сол туралы? Мен жалпы өзім негізі химиядан бастағанмын. Бакалаврды химия факультетінде бітірдім. Кейін биохимия, биофизика саласына ауыстым. Докторантураны сол биофизика саласында жасадым. Ол кез эксперименталды лабораторияда жұмыс істедім. Одан кейін бұрыннан бері математикаға болған қызығушылығым арқылы осы машиналық оқыту саласына ауыстым. Қазір 6-7 жылдай болды. Машиналық оқыту, биология саласында жұмыс істеймін. Соның ішінде нақты немен айналысасыз, не зерттейсіз? Қазіргі жұмысым ол дәрілерді жасау, яғни ақуызға негізделген дәрілерді жасаймыз. Тамаша. Ал енді жасанды интеллекттің не қатысы бар? Қалай ол сол жерге барып қаланады? Сіздің жұмысыңызға байланысты қандай ерекшеліктер бар? Қандай жасанды интеллекттің түрімен жұмыс істейсіз? Жалпы соны да айтып кетсеңіз. Негізі ақуыздар ол дәрілердің бір түрі, кеңінен таралған. Ол адам денесіне қарсылық білдірмей кіре алады, көп қолданады. Және ақуыздардың функциясы және құрылымы оның тізбегіне тікелей байланысты. Яғни сен оның бір нысана молекула байланысатын ақуыз дайындаған кезде, соны тізбек арқылы дайындауға болады. Және ол сол сұрақты оптимизация ретінде, оңтайландыру ретінде қарастыруға болады. Яғни бізге нысана молекулаға ақуыздың байланысын күшейту үшін біз ол ақуыздың тізбегін жоспарлай аламыз машиналық оқыту әдістерін қолданып. Не үшін барлығы қазір бүгін осы биологияны, енді жалпы Бостондағы Кембридждің төңірегіндегі жүрген адамдардың бәрі биологияға қатысы бар, бірақ биологияны не үшін жалпы адамзат қазір зерттеп жатыр? Не іздеп жүр жігіттер? Қандай жетістіктерді қандай іздеп жүр? Ол адамның жаңағы болашағындағы өзінің жаңағы ағзасын біліп, қайтадан бір ауруларға күрес деп жүргендер ма? Әлде адамдар өздерінің өмірін жалпы ұзартқысы келіп, соған байланысты жаңағы ізденіс жасап жүр ма? Менің ойымша екі топ адам бар. Біріншісі fundamental research, биологияны түсіну мақсатындағы зерттеулер. Түбегейлі, түбегейлі зерттеулер. Екіншісі ол медицинаға байланысты дәрумен табу мақсатындағы жасалатын зерттеулер. Ал енді
барлығы айтып жатыр, жасанды интеллект жалпы көптеген салаларда қолданады, соның ішінде сіздің де салаңыз бар. Биологияға байланысты нақты жасанды интеллект қалай келіп мысалы сіздің процесіңізге тікелей көмегін тигізеді, қалай оны қолданасыз, және де мысалы қазіргі бар жасанды интеллекттің біраз түрлері бар, соның ішінде қайсысын қолданасыз, не үшін қолданасыз, сізге қандай көмек береді, соны айтып кете аласыз ба? Иә, жақсы сұрақ. Және алдын айтып кеткендей, жалпы бүкіл дәрі табу үдерісін оны оптимизация үдерісі ретінде қабылдауға болады, және оған жаңағы математика, машиналық оқыту, жасанды интеллект әдістерін қолдануға болады. Қазіргі жағдайда машиналық оқыту әдістерінде олар көп ақпарат жинауға байланысты, мәлімет жинауға, деректер, яғни қазіргі заманда мысалы тілдік модельдер үйрету үшін интернеттегі деректер жинап үйретті. Енді қазір басқа салаларда да жыл сайын өте көп дерек пайда болады. Мысалы биология саласында жыл сайын мыңдаған ақуыз құрылымдарын, яғни структурасын табады. Одан басқа тағы басқа көп деректер жиналады. Соларды қолданып лабораторияда жиналатын деректер, оларды қолданып жаңағы машиналық оқыту модельдерін үйретіп дәрі жасау мақсатына жетуге болады. Сонда сіздің қазіргі істеп жүрген жұмысыңыз ол жаңағы ақуыздың немесе ақуыздың молекулалық деңгейіндегі жұмысты симуляция жасап, сол жердегі содан шыққан деректердің жасанды интеллект көмегімен машықтандырып, әрі қарай жаңағыдай жорамал жасауға қолданасыз ба, әлде сіз оны басқаша көресіз ба? Дәл солай сіз айтқаныңыздай, оны менің ойымша екіге бөлуге болады. Бір жағынан supervised learning дейді, яғни әр ақуыз тізбегіне, әр ақуызға оның байланыс күшін лабораторияда өлшеуге болады. Сен ондай деректер жинап, жаңағы supervised learning моделін үйретуге болады. Яғни ол модельді қолданып, сен кез келген ақуыздың тізбегін біле, оның қаншалықты күшті байланысатын табуға болады, болжауға болады. Ондай модель пайда болғаннан кейін екінші қадам ол generative models, яғни жаңа ақуыздар тізбегін генерациялау. Онда өз алгоритмдар бар. Сол арқылы сен өзіне мақсат қоя аласың, маған байланыс күші көбірек болғанын қалаймын деп. Сол генерация модель арқылы сондай ақуыздарды жоспарлауға болады. Енді қазіргі уақытта сіз симуляция жасап отқан модельдер жалпы нақты адам ішіндегі немесе жануардың ішіндегі немесе ағзаның ішіндегі бар ақуыз молекулаларына қаншалықты қатысы бар, қаншалықты соның дағдысын, қозғалысын қайтадан сіз жасап жібере аласыздар. Өйткені енді жалпы симуляцияда сіздер енді модельдің жаңағы жеңіл түрін жасайтын боласыз, өйткені оған миллиондаған параметрларды енгізу сізге мысалы қиындыққа тиетін шығар. Сол жерде сізге жасанды интеллект нақтылай көмектесе ме? Не нәрсемен жұмыс істейсіз? Сіз антропика AI-мен жұмыс істейсіз бе, әлде басқа құрылғыларды қолданасыз ба? Не үшін сіз мысалы арнайы бір модельді жұмыс аласыз, басқаны емес? Оның бір себебі, жаңа айтқанда, машиналық оқыту модельдері сен оны үйреткен деректерге байланысты. Яғни әр компанияның өз деректері болуы мүмкін, сол үшін олар өз модельдерін жаңадан үйретеді. Яғни сен басқа біреудің моделін қолдана алмайсың ондай кезде. Ол бас себептердің біреуі. Екіншісі, әр компанияның өз мақсаты болуы мүмкін, өз
әдістері болуы мүмкін, өз жаңа ойлары болуы мүмкін, соларды жүзеге асырып жаңа модель құрастыру мүмкін. Яғни одан кейін өзінің жаңағы патентін да қою мүмкін, иә? Иә. Соған байланысты. Жақсы, тамаша. Ал енді күнделікті жұмыста егер енді құпия болмаса, қандай жасанды интеллектті қолданасыз? DeepSeek қолданасыз ба, әлде американдық мысалы өнімді қолданасыз ба? Не үшін соны қолданасыз? Соны ашып айтып кете алсаңыз, мысалы, бұл жерде енді өзіңіз істеп жүрген мысалы компанияның жаңағыдай ішкі құпияларын ашу емес, бірақ жалпы не үшін сіз қолданып жүрген модель, атын да айтпай ақ қойсаңыз болады. Не үшін сіз қолданып жатқан модель басқаларға қарағанда мысалы ыңғайлырақ, немесе сіздің жұмысыңызға сәйкес келеді деп ойлайсыз? Оны бірнеше категорияға бөлуге болады. Біреу жаңағы айтқандай supervised learning үшін ол бұрыннан зерттелген сала, оның өзі көпшілік білетін модельдері бар. Одан кейін жаңа генерация үшін арналған модельдер бар. Және оның ішінде архитектура бойынша бөлуге болады. Жаңағы linear models бар, ең сызықтық модельдер, иә? Немесе сен ар жағында трансформер модельдерін қолдануға болады, қазіргі тілдік модельдерді қолданылатын. Жәнеден DeepSeek, Codex, Cloud деңіз, ол екінші салаға жатады. Яғни қазір білеміз, барлығымыз код жазған кезде оны адам жазбайтын болып кетті. Барлығын жаңағы тілдік модельдер жазады. Ол Codex арқылы, Cursor арқылы немесе Cloud арқылы болуы мүмкін. Онда біз әртүрлі модельдер бар. Мен өзім Codex қолданамын. Ол яғни код жазуға, гипотеза құруға, план құруға, мақалаларды зерттеуге, сұрақтарым болса бәрін сол Codex арқылы сұрап зерттеуге болады. Жақсы, ал бұл жерде енді тағы да не істеп келетін болсақ, судан алып отырыңыз, шөлдесеңіз. Бұл жерде тағы да енді айтып кететін жағдай, сіздің жұмысыңызда негізі біз түсінгіміз келетіні, ол енді сіз тыңдап отыратын адамдар, ол өзіміздің жаңағы қазақша сөйлейтін адамдар, іштеріндегі мысалы Қазақстан Назарбаев интеллектуал мектебінің мысалы оқушылар бар, биологиядан оқитын. Сіз сияқты мысалы адамдардың не жұмыс істеп жүрген, не іздеп жүргендер оларға қызық, болашақ биолог химиктар ретінде. Бұл жердегі сұрақ қойылатын, қазіргі уақытта сіз сонда өз жұмысыңызда жасанды интеллектті қолданған кезде өзіңіз жергілікті модельді дамытып жатырсыз ба, әлде сіз жаңағы кодекстің ішіндегі басқа біреулер жасап кеткен жаңағы жалпы тілді модель, үлкен тілді модель, кешіріңіз, LLM, соны қолданасыз ба? Соны ашық айтып кетсеңіз кішкене. Ауқымды сұрақ. Мен тағы біраз big picture қылып айтып кетейін. Қазір жаңағы жасанды интеллект модельдердің түрлері көп, оның әртүрлі жерлерде қолданады, көп жерде қолданылады. Содан кейін адамдар шатасуы мүмкін, ол не үшін керек, қашан қолдану керек. Жаңағы біз жұмыста ақуыздардың генерациясын жасау үшін қолданатын, ол оған арналған модельдер бар. Ол жаңағы ақуыз модельдер деп айтуға болады. Соларды генерация жасайтын. Екінші жағында тілдік модельдер бар. Ол жаңағы жұмысқа арналған модельдер. Жаңағы тілдік модельдерді біз өзіміз жасамаймыз. Оны тек жаңағы OpenAI немесе Anthropic'тағы бар модельдер қолданамыз. Яғни біздің зерттейтін нәрселер ол тілдік модельдер емес. Біз тек ақуызға байланысты модельдерді зерттеп, жаңа модельдерін құрамыз. Артай сұрағыңыз не еді? Екінші сұрақ, осы жерде мен мысалы өткенде мысалы ақш-тың үкіметі жаңадан шыққан мысалы Fableman Midas деген модельдеріне жаңағы бөгет қойып тастады. Енді білмеймін, сіздердің жұмысында ондай қолданып көрдіңіз ба? Жалпы жігіттер не айтып жатыр?
митос пен фейбл келсе сіздің салаңызға қалай болады? Содан бөлек мынау жалпы интеллект, жалпы жасанды интеллект AGI-ға келетін боламыз ғой. Бұлар енді қазір фейбл мен митосты шығарып, бұл енді түбегейлі адамды ауыстырады, адамдардың барлық жұмыстарын ауыстырады, сондайға келеді, өзі дербес болады деп жатыр. Соған байланысты өз көзқарасыңызды айтып кетсеңіз, болашақ қалдай, жалпы жарқын ба әлде бұлыңғыр ма? Иә. Және алдыңғы сұрақпен жалғастыратын болсам, сіз айтқандай рас, қазіргі осы тілдік модельдер бағдарлама жазатын инженерлердің жұмыстарын күрт өзгертіп жүрді. Мен өзі қолданып бастағаныма 2 жылдан асты, қарқынды қолданғаныма 1 жылдан асты. Сол 1-1,5 жыл мерзімде өте қатты өзгеріп кетті. Яғни 1,5 жыл бұрын кодтың көбін өзін жазатын болсан, қазір өзін код жазу деген ойға сыймайтын нәрсе. Барлығын кодекс немесе клод жазып береді. Және осы тілдік модельдер туралы айтатын болсам, қазір осы алдыңғы шептегі модельдер, бағдарламалар, OpenAI немесе Anthropic шығаратын, ол 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабаты ол pre-training немесе әлем туралы білім жинау. Ол кезде кітаптар, интернеттен білім үйренеді. Алдын ала машықтандырады, иә? Екінші қабат ол post-training немесе reinforcement learning, ол ойлау қабілетін жетілдіру үшін үйретеді. Онда математикалық немесе кодинг есептерді шығарып, осы модельдер үйретеді. Яғни ондай қиын сұрақтарды дұрыс жауабын табу үшін ол көп ойлану керек. Chain of thought дейді. Сондай үйретеді. Және 3-ші қабаты, соңғысы ол harness engineering. Яғни ол жаңағы модельдердің айналасындағы инфрақұрылымды жетілдіру. Онда мақсат жаңағы сен модель басында әлем туралы ақпарат жинады, одан кейін ойлау қабілеті пайда болды. 3-шісі оны сенімді көмекші қылдыру. Көмекші ме әлде ауыстыратын зат па? Қазіргі кезде көмекші, мүмкін болашақта ауыстыру да мүмкін. Енді олардың бәрі жұмысқа келетін болса, адамдар жұмыссыз қалып кетпейді ма деген әңгіме болып жатыр ғой, жалпы. Сіз бен біз жұмыссыз қалып қаламыз ғой. Өз пікірім ауыстырмайды, яғни әлі 5 жылдай уақыт бар, мүмкін одан да көп. Оны болжау қиын әрине, бірақ мен өз ойым, өз күнделікті қолданудағы тұжырымым, олар әлі бізді ауыстыруға дайын емес. Яғни жаңағы осы алдындағы сұрақта сұрадыңыз ғой, біз басқа Anthropic, OpenAI модельдерін тек солар қолданамыз ба, немесе өзіміз тағы оны жетілдіреміз бе деп. Біз оларды қолданамыз, бірақ оны сен қолданған кезде жұмысына өнімді қылып қолдануың керек. Жаңағы оны жұмыс ағындарын құрастыруың керек. Workflows, skill деген бар. Yani сен өз эксперт маман ретіндегі білімінді оны ағылшын тілінде жаза аласың. Мысалы, біздің жұмыста, біздің компанияда осындай жұмыс ағындары бар. Біз теңізім осындай құралдар қолданамыз, немесе осындай стандарттар бар деген сияқты. Yani оның бәрін жасау үшін сен білімді адам керек, маман, соны білетін, және оның жүйені құра алатын адам керек. Ал енді мен сізге кішкене қарама-қайшы айтайын. Сіз енді оқыған көз ашық, болашаққа, жарқын болашаққа жаңағы бет бұрып қарап отырған адамның бірі болып отырсыз. Жалпы бұл жерде енді жақсы құрал болса, ол менің жаңағы жұмысымды тек қана күшейтіп, тек қана менің өзімнің қасиеттерімді одан сайын ұлғайтып, маған жақсы көмекші болады деп отырсыз. Ол өте жақсы ой. Бірақ ертең жалпы адамзат жалқау болып кетеді деп ойламайсыз ба? Осының бәрімен. Жалпы жасанды интеллект саласында жүрген эксперттер не деп жатыр? Ол жақта да біраз ойлар бар шығар соған байланысты. Онда көп
әртүрлі ойлар бар, бір-біріне қарама қайшы. Мен өз ойым, ол кейбір жұмыстарды жоқ қылуы мүмкін, бірақ оның орнына басқа жұмыстар пайда болады деп ойлаймын. Және жалқау қылу, адамдар жалқау болып кетеді дегенде, калькулятор шыққан кезде адамдар жалқау болып кеткен жоқ, олар оның орнына басқа нәрселерді зерттей бастады. Яғни сен ойында сандарды көбейтудің орнына уақытыңды басқа нәрселерді үйренуге жұмсайсың. Иә, ол да бір жақсы ой. Немесе жаңағы жасанды интеллектті сен, ол саған үй жұмысын саған істеп бере алады. Мысалы, олай қолдансаң сен жалқау болуы мүмкін, бірақ оның орнына сен ол жасанды интеллект өзіне бір жаңа тақырыпта үйрету үшін қолдануға болады. Одан сұрақтар сұрап, өзін жеке мұғалім ретінде қолдануға болады. Бұл әңгіменің бәрі жақсы ғой, Ереке. Енді біздің былай қарап отырсаң, енді Америка құрама штаттары, одан бөлек енді мына Еуропа мемлекеттері, Қытай, енді негізі жалпы Қытай мен ақш қой, енді бәсекеге түсіп отқан бұл жерде. Кешеде мысалы, шатаспасам, Қытайлар осыдан 1-2 күн бұрын жаңа модель шығарды. Ол тегін. Kiwi 3 па, Kimi 3 па, Kimi ғой деймін, Kimi 3-ті. Мысалы, оның да мысалы күші, ахуалы қазіргі уақытта жаңағы Mythos пен Fable 3-пен теңесті дейді, және оны Қытайлар тегін шығарып жатыр дейді. Осы бәсекенің ішінде Қытай мен ақш-тың арасында баяғы бір несі бар ғой, мақалы, екі сиырдың арасында шыбын өледі деп, біз қазақтар жалпы арасында өзіміздің тілімізбен, өзіміздің жаңағы инженеріміз қайда кетіп бара жатырмыз, жалпы қазақ тілі ғылымда қалай болып жатыр, сіз сонымен қалай өзіңіз жұмыс істейсіз? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Жаңа қазақ тілі туралы ма? Иә, жалпы қазақ тілі сіздің, неге сіз қазақ тілінде мысалы біздің болашағымыз қандай болады деп айта аласыз, және неліктен сіз олай ойлайсыз? Мысалы, біздің өзіміздің қазақ тілінің болашағы қалай болады деп ойлайсыз осы ғылымда? Біз әрі қарай қалай өзіміз жетілеміз? Не жетпейді бізге? Не керек бізге? Қайда тұрмыз деген сияқты ойлар ғой, жалпы. Ол да өте ауқымды сұрақ. Асықпай жауап беріңіз бір-бірден. Қазақ тілі, енді мен политик емеспін, елдің басшысы емеспін, тіл маманы емеспін, жай өз пікірімді айтамын. Иә. Мен үшін қазақ тілі ол ана тілім, мені отаныма байланыстыратын зат. Шетелде жүргеннен кейін, мысалы Қазақстанда болсам, мен ойымша жан-жағында өз туған жерін, туған елін, қазақтардың арасында, қазақстандардың арасында жүргеннен кейін, мүмкін оны қатты ойламауым мүмкін, бірақ шетелде жүрген кезде мен өзі байқағаным көп, шетелде жүретін азаматтар мүмкін елін сағынғаннан кейін бір байланысты ұстау үшін қазақ тілге жақын болуға тырысады. Мен өзім қатты ойламадым, бірақ мүмкін менде де солай деп ойлаймын. Өз қай жерден келгенімді ұмытпау үшін, өзім кім екенімді ұмытпау үшін. Тамаша. Жалпы бүгін адамдар көбісі енді Қазақстан болсын, шетел болсын, енді сөздің шыны керек ойлайды, мысалы Қазақстанның бүгін, қазақ тілінің бүгін дамымай тұрған себебі ол мысалы орыс тілінің несінде, төңірегінде немесе көлеңкесінде болып жүр. Яғни сол үшін ол дамымай жатыр. Соның себебінен қазақ тілін міндетті түрде латын әліпбиіне көшіру керек деп. Сондай пікірлер бар, адамдар солай ойлайды. Сіз сол туралы жалпы не ойлайсыз? Латын әліпбиі туралы. Неге біз әлі көше алмай жатырмыз латын әліпбиіне? Не болып жатыр бізбен? Жаңағы тағы тіл туралы қосып кететін болсам, мен ойымша елдің өз тілі болуы, ол тәуелсіз болуына өте маңызды. Басқа елдің ақпараттық алаңда тәуелсіз болу үшін. Өйткені басқа тілді сен оны контроль ете алмайсың. Өз тілің болса, өз елінде сен оны көбірек әсер ете аласың.
сол үшін өте маңызды деп ойлаймын. Жаңағы латын қарпіне ауысу, ол менің ойымша тек әліппені ауыстыру емес, тілдің реформасын өткізуге мүмкіндік. Яғни осы 3-4-5 жыл бұрын ба Қазақстанда қазақ тілін латын қарпіне ауыстырамыз деген кезде сол мәселені біраз өзім зерттеп қарадым, қолымнан келгенше. Сол кезде қазақ граммар деген жобасын тап болдым интернетте. Және олардың айтқанына жазғандар өте ұнады маған. Мысалы, латын қарпіне ауысу арқылы біріншіден ол модернизация, яғни пернетақтаға жазу ыңғайлы болуы мүмкін. Қазіргі кезде мысалы қазақ тілінде 42 әріп бар, оны азайтуға болады, керек емес әріптерді алып тастап. Екіншіден, ол және кірме сөздерді игеру мәселесі. Яғни бізде негізінде әр тілде, кез келген тілде кірме сөздер болады, бірақ олар бейімделіп енгізіледі. Қазақ тілінде болсын, орыс тілінде, жапон тілінде, ағылшын тілінде болсын, барлық тілдерде ол бар. Бірақ бізде соңғы уақытта кеңес одағы кезінде кірме сөздер бейімделмей енгізіле басталды. Мен сізге кішкене қарама-қайшы сұрақ қояйын. Кезінде мынау латын әліпбиіне өткізген кезде қазақ тілінде араб тілімен жазу, төте жазу деп айтады. Яғни араб әліпбиімен оңнан солға қарай жазып жүрген кездер болды. Яғни сол кездегі ең басты ой, егер кішкене тарихқа үңілетін болсақ, артқа айналдырып, кезінде біздің жігіттер, ол кезде енді жас жігіттер ғой, сол кісілер араб әліпбиінен латын әліпбиіне көшіру себебі екеу болған дейді. Яғни біріншісі, екеуі де бірге ғой негізі, араб пен парсы тілінен кірген сөздерді, кірме сөздерден айырылайық, бұл бізге керек жоқ, бұны адамдар түсінбейді деп латын тіліне аударғысы келді. Енді бүгін соған келіп, қайтадан орыс тіліне келіп, бізге орыс тілінің ықпалы көп деп латын тіліне аударып жатыр деген сияқты болып тұр да. Менің ойымша қазақ граммар бұл жерде дұрыс істеп жатыр деп айтуға да болмайды. Өйткені олар өздері мысалы бөлек жүрген сияқты, жаңағы ресми тілді зерттеп жүрген адамдардан бөлек, мен түсінген бойынша. Және де неге олар мысалы мына өзбек, Әзербайжан және басқа елдердің қалай қолданып жүрген және қай жерден қате кеткенін қарамайды? Ол жағын айта алмаймын енді. Мен ол мәселені сол жаңа айтқан 4-5 жыл бұрын зерттегем. Қазір ол жобамен істейтін адамдарды жеке танымаймын. Ойларында не бар екенін білмеймін. Бірақ жаңағы мен өзіме ұнаған екі нәрсе, және латын қарпіне ауысу, әліппені жөндеу, екіншісі кірме сөздерді дұрыс игеру, үшіншісі ол тіл реформасы немесе қайтадан тілдің жүйесін қарастыру. Қазіргі мысалы әліпби, грамматика, орфография, олар өз қазақ тілін, қазіргі жазу қазақ тілінің жүйесіне, ішкі логикасына сай ма, сай емес пе, соны қайтадан қарастыру негізі. Бұл жердегі енді айтып кететін сұрақ тағы да, сіз қазақ тіліне байланысты жалпы ғылыми қазақ тілі туралы не ойлайсыз? Неге біз бүгін жалпы Қазақстан болсын, сырт болсын, неге біз қазақ тілінде ғылыми сөйлемейміз? Неге біз ғылыми мақала жазбаймыз? Неге біз қытайлар сияқты іштей, олар бірінші қытайша жазып, жапондар да жапонша жазып, кейіннен ағылшынша шығармайды? Неге біз осылай әлі жүрміз, 30 жыл өтіп кетсе де, неге біздің, сіз бен біз мысалы, немесе тағы басқа адамдар қазақша сөйлемейді толыққанды ғылыми тілде? Бұған не себеп, не кедергі деп ойлайсыз жалпы? Сіз өзіңіз мысалы, неге сіз ғылыми кітаптарды қазақша оқысаңыз, неге оқымайсыз? Әлде неге сіз оларды қалай айтсам болады, ғылыми деңгейге шығаруға үлесіңізді
қосқыңыз келмей ма немесе қосуға дайынсыз ба деген сияқты сұрақ қой бұл жерде. иә ол менің ойымша жалпы қазіргі заманда ғылым және ғылымның алдыңғы шебі ол ағылшын тілінде бүкіл мақалалар зерттеулер менің нақты білмеймін, бірақ менің ойымша Жапонияда, Еуропадағы елдерде, Қытайдың өзі де ағылшын тілінде жазады, зерттеулер жүргізеді деп ойлаймын. Жаңағы мысалы DeepSeek шыққан кезде бүкіл technical report ағылшын тілінде шығады. Сіз ойламайсыз ба, мысалы бізде мысалы Қазақстанда бала туған кезде, мысалы бір мысал алатын болайық, ол бала ауылда туды дейік. Ол ауылда қазақша, тек қана қазақша сөйлейді. Яғни ол бала орысша білмейді. Ол мысалы бала 4-5 сыныпта оқиды. Сондықтан да мысалы оған басқалармен мысалы бәсекелес болу үшін тағы да басқа тілдерді оқып, өз-өзін әу бастан бастап мысалы не істеу керек? Машықтандыру керек та, бірнеше тіл білу керек. Яғни қазақ тілінен бөлек тағы да басқа тілдерді оқу керек. Яғни ол балаларға жалпы қалай болады болашақта? Оларға мысалы басқа тілге ауысу керек па? Қалай олар бәрін мысалы бастарына сыйдырады дегенім ғой? Иә, мен ойымша ол енді күнделікті жұмыс немесе бұрыннан белгілі заттарды оларды қазақ тілінде үйренуге болады, сол тілде қазақ тілінде жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Және оған жетуге болады. Ол үшін жаңағыдай мектептерде үйрету керек, университеттегі білім қазақ тілінде беруге болады. Мысалы математика, химия, биология пәндері оларға 100 жылдан асып кетті. Ол пәндердегі терминдерді қазақ тіліне аударып, және солай үйретуге болады. Және сен ал ғылыммен айналысамын десең, алдыңғы шепте болғың келсе, ол жерде ағылшын тілін үйренуге тура келеді деп ойлаймын. Иә, жоқ, мен бұл жерде айтып тұрған қағидам, өз тіліңді сүю ол басқа тілдерді жек көру емес қой. Яғни өз тіліңде сөйлеп, өз тіліңде нақты өз ойыңды жеткізіп, қандай да сала болсын. Ол да жақсы нәрсе емес па? Мен айтайын деп тұрғаным бұл жерде біздің қазақтарды, қазақша сөйлейтін адамдарды дейікші, қазақтар демей, қазақша сөйлейтін адамдарды қазақша дұрыс айта алмағаннан кейін, ғылым жолында жүрмегеннен кейін, оларды жалпы сырғытып тастамай ма жолдан дегенім ғой, ғылыми тұрғыдан қарағанда. Сондықтан да біз содан да мысалы прогрессіміз тоқтап тұрған шығар. Yani сіздің ойыңызша біздегі адамдар ағылшын тілінде үйрену керек дейсіз бе, немесе тек қазақ тілінде? Мен айтайын дегенім, бұл жерде біз бастапқыдан бастап бізде мысалы қалай айтсам, шартымыз бірдей емес та. Мысалы Америкада туған бала жастайынан тек қана ағылшын сөйлейді, өйткені оның тілі ағылшын. Оған мысалы басқа қосымша тілді оқып керек емес. Яғни миына ондай жүктеме түспейді. Қазақстанда туған бала бәсекелестік болу үшін оған жоқ дегенде 3 тіл болу керек. Ол жаңағы өзінің жаңағы когнитивті және де тағы басқа сезімдерін күшейту керек қой. Біреу мысалы бір есе істеп тұрса, ол балаға 3 есе жұмыс істеу керек та. Мысалы ағылшында, қазақ тілінде де, мысалы кейбіреулер орыс тілінде оқиды. Сол 3 тілді біркелкі дамыту керек. Сондықтан да оған бастапқыдан бастап шарт қиын деп жатқаным ғой. Иә, өмір солай деп ойлаймын. Өмір әрқашан әділ бола бермейді. Бірақ екінші жақтан адам бірнеше тіл үйренген кезде миы көбірек дамиды деп айтады дәрігерлер. Оның да өз пайдасы бар. Сіз енді өзіңіз жас болған кезде қалай болды өмір? Мектепте қазақ тілінде оқыдыңыз ба, қай тілде оқыдыңыз? Ағылшын тілде оқыдыңыз ба? Мен мектепті басында орыс тілінде оқыдым. Кейін қазақ түрік лицейіне ауысқан кезде онда 3 тілде жүргізілді. Ағылшын тілінде, қазақ тілінде, түрік тілінде сабақтар. Енді жалпы бірнеше жылдан кейін, мысалы бүгінгі Ердос Ордабай қазақ тілінде сөйлеп жатқанына не себеп болды? Не үшін сіз қазақ тіліне мысалы көп көңіл бөліп жатырсыз осылай қазіргі уақытта? Ол шетелдің жүрген себебі ма, әлде өзіңізде іште тағы да жаңағыдай ешкімге айтпай жүрген ойларыңыз бар ма дегенім ғой? Осындай. Ол менің ойымша жаңағы адам өз идентификациясы, мен кіммін деген сұрақ болады.
тегім қандай, сол жақтан маңызды деп ойлаймын. Яғни сен қаласаң да адам туған кезде ол қай жанұяда туатын, yani әке шешесін таңдамайды, туған қаласын таңдамайды, туған елін таңдамайды. Сен сол жанұяда туасың, сол қалада туасың, сол елде туасың. Yani ол сенің өмірің бөлшегі, сен одан арылмайсың. Соны мен ойымша қабылдап, өзіңді білу керек. Yani әр адам мен ойымша өз мысалы әке шешесін, туыстарын, балаларын жақсы көреді, иә. Өзің жақын адамдарды. Сен қаланы жақсы көреді, туған қаланы жақсы көресің, ол саған жылы болады. Солай да туған елінде саған жылы болып көрінеді. Кейбір адамдардың ойлары мынандай. Олар айтады, біз балалы болмағанша өзі біздің тіліміз туралы ондай қатты түбегейлі ойлаған жоқпыз. Баламыз туып өсіп келе жатқаннан кейін оған өзіміздің тілімізді, яғни өзімізге деген өзіміздің болмысымызды біріншіден, екіншіден өзіміздің баламыздың жаңа қазақ болуына ықпал ету үшін арнайы қазақша балалармен сөйлейтін боламыз, қайда тұрсақ та. Сіз ол туралы жалпы не ойлайсыз? Менде де дәл солай. Жаңағы шетелде жүргеннен елге сағыныш бар, екіншіден балаларым туғаннан кейін, қазір 2 балам бар. Оларды қазақ тілін үйретуге тырысамын. Себебі жаңағыдай өзі болмысымызды үйрету үшін, біз ол осында өскенмен ата-анасы кім екенін, қайдан келгенін білсін деп, Қазақстандағы туыстармен сөйлесе алу үшін. Және оларға қазақ тілін үйрету арқылы өзім де жаңадан қазақ тілін үйреніп жатырмын. Оны толығырақ айтып кетсем, барлықтарымыз сияқты күнделікті өмірде біз орысша сөздерді араластырып сөйлейміз. Өзіңіз үшін жауап беріңіз. Одан кейін оны өзгерту өзіме қиын болып келді. Сен сөздерге кішкентай кезден естіп үйренгеннен кейін ол саған үйреншікті болып келеді. Және қазақша баламасын айтатын кезде ол басында ерсі естілуі мүмкін, табиғи емес болып. Одан кейін балаларыма қазір қазақ тілін үйреткен кезде қазақша білмеген сөзім болса, немесе есіме түспей тұрса, оны мен аудармашыдан немесе Gemini'ден сұраймын, қарап аламын, содан сол сөзді үйретемін. Одан кейін ол баламен сөйлескен кезде ол маған сол сөздер қазақ тілін айтқан кезде оларды ести уақыт өте келе олар маған табиғи үйреншікті естіле бастайды. Мысалы жаңағы мысалы клубника, качели деп айтады. Оны мен қазақшасын бірден балама құлпынай, немесе әткеншек деп айтып үйреткеннен кейін ол сөздер маған қазір үйреншікті естіледі. Мен өзімде қолдана бастадым. Yani сол арқылы жаңағы психологиялық барьерді өте алдым. Сіз адамдар жалпы мысалы француздар айтады, мен мысалы басқа тілде терең ұғымдарды басқа тілде ұға алмаймын. Сондықтан да мысалы маған өз тілімде ғана түсіндірген нәрсені мен тек қана солай ұғамын. Қандай да бір мысалы ілім болсын, білім болсын, ұғым болсын, немесе түсініктеме болсын, маған өз тілімде түсінікті болады. Егер қазақ тілінде мысалы жастарға үйрететін болсақ, қазақ тілінде тек қана түсіну үшін ол да тілдің дамуына апарады деп ойлайсыз ба? Қиын концепттерді қазақ тілінде түсіндіретін болсақ. Иә. Жалпы сен бірнеше тіл білген кезде өз тәжірибемнен әртүрлі заттарды, әртүрлі тақырыптарды әртүрлі тілдермен жеткізу кезде немесе түсіну оңайырақ келеді. Yani күнделікті үйдегі сөздерді қазақ тілін үйренгеннен кейін қазақ тілінде айту жеткізу жеңілдеу. Бірақ мысалы ғылым туралы сөйлескен кезде оқитын ақпараттың бәрі көпшілігі ағылшын тілінде болғандықтан оны ағылшын тілінде айту, талқылау жеңілдеу. Сол үшін кішкентай кезінен үйдегі
жұмыс, ғылым туралы барлық тақырыптарды, киноны болсын, қазақ тілінде айтып талқыласаң, оқысаң, онда олар қазақ тілінде айту, ойлану, ол туралы ойлау жеңілдеу болады деп оған келісемін. Ереке, өзіңіз байқағандай уақыт деген зымырап бара жатыр. Біраз нәрсені айтып тастадық. Өзіңіздің айтам деген тағы басқа қозғайтын, сөйлейтін тақырыптарыңыз бар ма? Ашық микрофон бұл жерде. Не туралы сөйлейін десеңіз, не айтқыңыз келіп жатыр? Бір тақырып, ол білім туралы, эпистемология, ол философия. Дүниетаным, иә? Жалпы қалай түсіну дүниені? Иә, ол философияның бір тармағы. Сол туралы әңгімелессек болады. Иә, жалпы адам қалай түсінеді ұғымды, тұжырымды, Иә, білімді. себебі не үшін маңызды деп ойлаймын, ол және эпистемология, ол білім туралы, білімді зерттеу, яғни білім көздері, білімді қай жерден аламыз, қалай аламыз деген зерттейді. Және ол біздің сенімдеріміз қалыптастырады. Және біз күнделікті шешім қабылдаған кезде сенімдерімізге негізделіп шешім қабылдаймыз. Және сол үшін ол өте маңызды деп ойлаймын. Және тағы ашып айтатын болсам, білімнің 3 көзі бар. Біріншісі ол эмпирикалық білім. Яғни тәжірибені. Иә, тәжірибе, бақылау, тәжірибе арқылы келетін білім. Және эксперимент жасау арқылы ғылымда көп қолданылатын. Екіншісі ол аналитикалық білім. Ол жаңағы математика, логика, жалпы дәлелдеуге негізделген білім түрі. Үшіншісі ол авторитет немесе беделге сүйенетін білім. Яғни біреу айтты, осы жерде жазылды деген сияқты, ғалымдар айтты, тағы біреу мысалы. Біреудің беделіне сүйену. Иә, журналистер осылай айтты дегендей. Сөзіңіз аузыңызда осы 3 айтып кеткен білім өзі үшеуі бір тұтас па, әлде бір-біріне тәуелді деп ойлайсыз ба? Мен ойымша бір-біріне тәуелді. Яғни мен өзіме ғылымда жұмыс істегеннен кейін эмпирикалық білім жақындау, соған ғылымға жақын болғаннан кейін ол оған құрметім зор. Екіншіден ол жаңағы аналитикалық дедік. Ол да мысалы сен эмпирикалық білімге ғылымда ол да көп қолданылады. Сен бір нәрсені дәлелдеу керексің, немесе тұжырым жасауың керек, жаңа идеяларды синтез жасауың керек. Бірақ мысалы мен ғылыммен айналыстым, биологияны зерттедім, бірақ мен бүкіл ғылымдарды зерттей алмаймын. Мен физик емеспін, немесе математик емеспін, немесе жаңағы астрофизик емеспін. Ол салалардың өз мамандары бар. Мен солардың айтқан, зерттеген тұжырымдарына негізделім, немесе сенем. Жаңағы олардың авторитетіне, беделіне сүйенемін. Бірақ мен ойымша маған ол жеңілдеу келеді, себебі мен өзім ғылыммен айналысқаннан кейін ол ғылым үдерісі, процесс қалай болатынын білгендіктен, оған сенім болғандықтан, жаңағы физиктерге де сенім зор. Яғни олар не айтса, солар дұрыс шығар деп ойлаймын. Немесе дәрігерлер, мысалы, олар медицинаны зерттейді, әртүрлі дәрілерді зерттегеннен кейін, ол процесс жалпы қалай өтетінін білгендіктен, эксперименттер қалай жасалатынын білгендіктен, мысалы, әртүрлі ғалымдар өз гипотезаларын тексереді, бір-бірінен тәуелсіз зерттеулер жасайды, соңында ортақ тұжырымға келеді. Ондай нәрселерге көбінесе сенуге тырысамын. Не үшін осы ғылымда жүрген ғылымдар, жалпы ғылымға қатысы бар адамдар бір-біріне сілтеме жасайды? Сілтеме, citations дейді ғой ағылшынша. Не үшін сілтеме жасайды бір-біріне? Оның себебі, оның алдында literature review деген бар. Сен оның алдында жасалған
зерттеулерін қандай зерттеулер болды соларды зерттеп оқып жаңа гипотеза құра аласың. Және жалпы консенсус немесе ортақ тұжырымға келу үшін қолданылады. Әртүрлі себептер. Сіздің ойыңызша себептері қандай? Бұл жерде сұрақ қоятын мен ғой. Адамдар жауап беру керек. Басқа қандай тақырыбымыз бар бүгінге? Болса онда жастарға бір кеңесіңізді беріңіз, содан кейін бір 3 кітапты атаңыз, оқитын. Өзіңіз қандай кітапты ұсынар едіңіз? Өзіңіз жазған кітап болмайды ішінде, егер болса ондайларыңыз. Тек басқа кітаптарды айту керек. Сол 3 кітапты айтсаңыз. Жаңа тақырып бойынша соңғы бір мәселе айтып кетейін деп едім. Осы эпистемологияға байланысты тағы мен жұмыста зерттейтін қолданылатын әдіс ол байес теоремасы. Ол адам сенімін, яғни жалпы сенімнің болжамын жаңарту тәсілі. Яғни әр кез келген уақытта адамда өз болжамы немесе сенімі болады. Жаңа дерек пайда болған кезде, жаңа мәлімет пайда болған кезде ол сенімі жаңартылады, өзгереді. Жаңағы байес теоремасы соны қалай математикалық тұрғыда қалай жасалу керек екенін көрсетеді. Және мен ойымша ол өте пайдалы, күнделікті қалай шешім қабылдау керек, қалай өз сенімді жаңарту керек, соны үйретеді. Яғни мысалы онда 2 мысал келтірейін. Біреуі банктен хат келуі мүмкін телефонына. Ол кезде 2 гипотеза болады. Ол шынымен банк жіберді, немесе алаяқтардың жіберген хаты деген сияқты. 2 гипотеза бар, және дерек бар. Сен оны кіріп ішіне қарасам болады, олар не жазды, сілтемелер бар ма, бір нәрсе сұрап тұр ма, жалпы қандай ақпарат. Және 2 гипотеза бойынша қайсысына ол көбірек жанасады, соны тексеруге болады. Қызыл қағазға жазып келсеші, көк түспен. Скам болады ма ол? Қалай? Қызыл қағаздың үстінде көк жазу болса. Иә. Скам деп ойлайсыз оны? Қағаздың түсі қызыл болса, иә, парақтың түсі. Жазу көк. Ол қай жерде келсе, жалпы ма? Жалпы келсе үйіңізге. Онда мен үстінде не жазғанына байланысты шығар. Солай жаңағы кепіл жасайтын кейбір компаниялар солай скам хаттарды жібереді ғой. Қызыл түстің үстіне көк жаңағы нені мәтінді жазып, сіз жаңа айыппұл төлеу керексіз деп жіберіп жүр. Өткенде маған да солай келген. Мысалы ондай мысалдар көргеннен кейін адам өз ішкі сенімдер пайда болады. Ол жаңағы prior beliefs дейді. Алдын ала сенетін нәрселер. Prior beliefs қалай болады қазақша? Алдын ала сенімдерін, болжамдарын. Соң жаңағыдай ақпарат көрген кезде, жаңа дәлел ақпарат көрген кезде, ол сенімін өзгереді. Және ол тағы бір мәселені көрсетеді. Адам сенімдер қатып қалмау керек. Әрқашан жаңа ақпарат келген кезде, сен оны өзгертуге, сенімдерін өзгертуге дайын болу керексің. Яғни оны өз қорына қосып, сен оны жаңағы бар өзіңдегі бар ақпаратқа қосып, оны қосалқы ақпарат ретінде қабылдап, ары қарай жылжу керексің, иә? Сол ма айтайын деп отырғаныңыз? Иә. Және оның үстіне деректің, ақпараттың әртүрлі күші болуы мүмкін. Саған келіп біреу айтуы мүмкін, осы емшіге бардым, ол маған мына шөпті ішті, соны іштім, жазылып кеттім деуі мүмкін, иә? Ол айтуы мүмкін, менің таныстарым да солай істеді, олар да жазылып кетті деп айтуы мүмкін. Онымен салыстыратын болсақ, жаңағы мұнда ғалымдар жаңа дәрі шығарған кезде, оны FDA мысалында тексереді, оны FDA, Food and Drug Administration тексереді. Онда
клиникалық есірткі мен жаңағы тамақтың администрациясы ма? иә Мгм. иә олар клиникалық зерттеулер өткізеді. Онда мысалы жаңағы сен әртүрлі гипотезаларың болған кезде оны ажыра алатындай эксперимент құрастырады. Яғни ол үшін контроль эксперименттер болады, әртүрлі дозалар, тағы басқалай, яғни оған миллиондаған, миллиардтаған ақша жұмсайды. Соның бәрін дайындау үшін, өткізу үшін жылдары бойы тексереді. Яғни ондай зерттеудің күші, және ондай дәлелдің күші көбірек деп ойлаймын. Әр ақпараттың өзінің әртүрлі күші болады. Соны Тамаша. есте сақтау керек. Жастарға сізді қарап отқан Қазақстаннан қандай 3 кітапты ұсынар едіңіз оқитын? Мен жалпы өзім ондай Сізге көп әсер кітап еткен. оқымаймын. Көбінесе жұмысқа байланысты кітаптар оқимын, бірақ маған әсер еткен кітаптардың біреуін айта аламын. Ол A History of Western Philosophy, Бертранд Рассел жазған. Қазақшасы қалай болады сонда? Қазақшасы батыс әлемнің философиялық тарихы. Авторы Бертранд Рассел. Онда жалпы Ондай басқа жас кездегі қандай кітаптар әсер етті оқыған кезде? жас кездегі ме? Иә. Жас кезде көп кітап оқымадым. Жас кезде Organic Chemistry Бола берсін, иә. Analytical Ола chemistry қатысы бар ғой, иә. Иә. Линнейдің кітабын оқыдыңыз ба? Кімнің? Карл Линней. Жоқ. Органикалық химия бойынша жарайды. Жастарға қандай кеңес бересіз осы сізді тыңдап отқан? Кеңесім жалпы өмірге қызығушылық таныту, жақсы жауапкершілігі бар адам болу, пайдалы болу. Тамаша. Бізбен болған бүгін Ердос Ордабаев. Сізге үлкен рахмет. Сау болыңыз. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Thank you.